Қашқандай көрікті жер. Қырғызстанның солтүстігінде орналасқан Ала-Арша ұлттық бағындағы фауна сан алуан. Фауна деген не? Фауна дегеніміз белгілі бір аумақта мекендейтін жан-жануарлар, құстар, жәндіктер. Солай де. Иә, әзірше осы өңірдің табиғатын тамашалап, бір шолып қайтсақ қайтеді. Қарсылығым жоқ. Неткен ғажап! Мына өзеннің ағысы қатты екен. Мұнда тіршілік ететін балықтарға қиын шығар, Өзеннің беті ғана қоясау. Ал су астындағы ағын қатты болса да, балықтардың тіршілігіне қиындық туғызбайды. Жібер оны! Мобика, мен сені құтқарам! Бізге су тисе жаман болады. Оны құтқаруым керек. Мобика, бәрі жақсы ма? Солай секілді. Саған су тиді ме? Ұялы телефондардың соңғы үлгілері аса терең емес, су ішінде аз уақыт болса, су өтпейтіндей етіп жасалған. Фуф! Мен біршама кептім. Сондай секімді екен. Ешзияны жоқтай көрінеді. Иә, бұл ақ қыз. Аузына не салып алған? Бәлкім бұл заттан қалай құтыларын білмей жатқан болар. Көмектесуіміз керек шығар. Бұл целлофан ғой. Сүйкімдім сол. Бізден қорықпа, біз саған көмектесеміз. Мұна ақ қыз деген сондай қызық екен. Целлофанға шырмалып қалған болса, демек жақын маңда адамдар демалып, күл қоқысын жинамай кеткен. Иә, табиғат үшін де, жануарлар үшін де бұл өте зиян ғой. Бұларға не көрінді? Қайда қашып барады? Нотель, бәрі дұрыс па екен, соған көз жеткізуіміз керек. Өрт! Өрт сөндіруіміз керек. Өрт сөндіру қызметін шақыртуымыз керек. Бірақ олар жетем дегенше, тілсіз жау өршіп кетуі мүмкін. Қырғызстан астанасы Бішкек бұл жерге жақын. Адамдар дер кезінде келер деп үміттенейік. Өрт жайлы хабар келді. Геолокацияны да жіберіпті. Көп замай жетеміз. Көп рахмет, Жиһангез достар. Нотель, сақ бол! Көп замай өрт сөндіру қызметі келеді. Өрт сөндірушілер! Кей адамдар табиғатты аялау керегін, қоршаған ортамызды бағалау керегін білмейді, өкінішке орай. Бірақ табиғатты аялап, қоршаған ортамызды қорғауға дайын адамдар өте көп. Қоя ғой енді.